Қатты шөлдеген Джеки Чан қылқаламның ұшын сілекейімен сулап қағазға жаңбыр шақыратын дұға жазады. Кенет аспаннан шынымен де майда жаңбыр сіркірей бастады. Джеки қатты қуанып, басын шалқайтып, қамшыларды бетімен тосып рахаттануда. Бірақ бұл манақтың зәрі екенін түсінгенде ашуға булықты. Кенет манақ секіріп түсіп, алға қарай жүгіріп кетеді. Ақыры олар аңыз бойынша маймылдар патшасы қамалған 5 саусақ тауын тапқан еді. Вуконгты құтқару үшін олар бірден жолға шықты. Алайда шабдалы тоғайынан өте бергенде ақ шашты мыстан тұқпилдан шабуыл жасайды. Бір жебе Джекидің арқасына қадалды. Жебенің басында аса қауіпті у бар еді. Джеки өлім аузында жатыр. Оны құтқаратын жалғыз нәрсе нефрит әміршісінің мәңгілік суы. Ұстазын аман алып қалу үшін Джейсон нефрит әміршісінің сарайына жалғыз өзі басып кірді. Сарбаздар оның алтын таяғын көргенде бастарын иіп жол ашады. Джейсон нефрит әміршісінің алдына келіп сиқырлы суды еш кедергісіз аламын деп ойлады. Бірақ әмірші одан ақ шашты мыстаңмен шайқасуды талап етеді. Джейсон оған мүлде тең келмейді. Көп ұзамай қарсыласа алмайтындай халге түседі. Дәл сол сәтте мыстанның назары босаңсыған кезде Джейсон кенеттен алға ұмтылып алтын таяқты сермеп Вуконгтың тас мүсініне бар күшімен соғады. Фильмнің атауы «Запретное царство».